Сәлем достар, бұл бейнемізде біз сіздерге кит жұтып қойған Жүніс пайғамбар мен оның мұсылмандықты таныған қауымы жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Жүніс пайғамбар. Жүніс пайғамбардың есімі Құранда 4 жерде кездеседі. 2 жерде Зин Нун Сахибил Худ, яғни киттің иесі деген лақабатымен кездеседі. Жүніс пайғамбардың кімнен тарағаны туралы айқын пікір жоқ. Тек қана оның Жүніс ибн Мәтта екенін бәрі бір ауыздан мақұлдайды. Алайда Мәтта сөзі оның әкесі емес, анасының есімі екендігі айтылады. Пайғамбарлардан тек осы Жүніс пайғамбар мен Хазіреті Исаның аты анасымен аталады. Алайда Ибн Аббас Мәтта Жүністің әкесінің аты екенін айтып кеткен. Ахил кітап оның Исраил ұрпағынан Буньяминге барып жалғасатынын жеткізеді. Жүніс пайғамбар Ирак жақтағы 100 мыңдай халқы бар Нинова халқына пайғамбар етіп жіберіледі. Пайғамбар болудың алдында да ол халық арасында сенімді, қамқор, иненің жасуындай да арамдығы жоқ шыншыл адам ретінде танылған. Ол сол елге пайғамбар етіп жіберілгенде небәрі 30 жаста еді. Нинова халқы көп жылдар бойы пұтқа табынып кеткен еді. Көп өтпей басқа арсыздық белең алды. Оларда тура жолға салу үшін Жүніс пайғамбар елін 30 жыл бойы хақ жолға, туралыққа, тәубаға шақырды. Әйтсе де халқы оған сенікі жөн деп сөзіне құлақ аса қоймады. Сірә жеке басының пайдасын күттеп жүр деп ойлады. Сол себепті оның сөздерін жоққа шығарды. Осылардың басында әрине сол елдің басшылары мен байлары тұр еді. Құранда бір елге ескертуші жіберген болсақ, әсіресе олардың байлары, рас, сендер арқылы жіберілген нәрселерге қарсымыз. Сондай-ақ олар, біздер көп мал мен балаларға иеміз, сондықтан да азапқа душар болмаймыз деді, деп солардың көрсоқырлығын баян еткен. 30 жыл дін уағыздағанда, оған бар болғаны 2 кісі ғана иман келтірген. Қалған дүйім жұрт тура жолға түспей табандап тұрып алды. Ақырында оларды 1000 жыл уағыздаса, дінге келмейтінін сезіп үмітін үзген Жүніс алейхиссалам көп кешікпей оларға Аллахтың азабы келетінін айтты. Өзі халықтың көзінен тасаланып, алыс жақтарға тентіреп кетті. Халқына ашуланғаны сонша олардан аулақ кету үшін теңіз жағалауын бетке алды. Бірақ ол хақ тағаладан рұқсатсыз кеткен еді. Ол елге көп замай пәлекет келгені туралы хақтан хабар алған соң, алысқа кетуіме хақ тағала ашу танытпас деп ойлаған еді. Алайда пәлекет сол күні келсе де, хақ тағаладан сол жерден шығыңдар деген жарлық келмейінше, пайғамбарлар ол жерден кетпеулері тиіс еді. Осылайша Жүніс пайғамбар өз жихадтығында, яғни пікірінде жаңсақ кетті. Егер пайғамбарлардан өзге жандар, атап айтқанда ғұламалар осылай қателескенде, үлкен сауапқа кенелер еді. Әйтсе де пайғамбарлардың орны қашанда бөлек. Ол теңіз жағалауына келсе, жолаушы кеме жүргелі тұр екен. Еш бөгелместен соған мінді де, басы ауған жаққа кете барды. Пәлекет пен азаптың мезгілі де толған еді. Халық алғашқыда оның сөзіне сенбегенмен, сол күні қаланы тұтастай қара бұлт торлап, қалың тұман түскенін көргенде естері шығып абыржи бастады. Әркім өз басын, бала шағасын ойлап сасып жан-жаққа жүгірді. Ақырында естерін жиып, бәрі жиналып, пайғамбарларын іздеуге кірісті. Бірақ шарқ ұрып қанша іздегенмен, ап чаптырып ала сұрғанмен, Жүніс пайғамбарды таба алмай қатты састы. Ол табылмаған сайын көздері шарасынан шығып, жүректері дүрілдей түсті. Қаланың байлары мен сорпа бетінен шығар көсемдері де халықпен етене араласып, астамсығымен кеуделері басылып, жүндері жығыла қалды. Барлығы жапа-тармағай бала шағасын алып, қаладан аулаққа қашты. Жиған дүниесі, байлығы, дүкендері, зәулім сарайлары бәрі де жұртта қалып қойды. Ешбір адам дүнием артта қараусыз қалдау демеді. Әсіресе бәрінен ардақты пұттары сол қалада иттен қадірсіз қала берді. Жайшылықта қаладағы үлкен пұт ескерткіштерінің алдына барып тағзым етіп, тілек тілеуші еді. Дәл бүгін пұттарын ойлаған тірі жан болмады. Біреуі шығып, әй, біз пұттарымызды ұмытып барады екенбіз ғой, біздің тәңіріміз осы емес пе еді, осыдан неге көмек тілемейміз демеді. Қайта дереу тәубаға келіп, пайғамбарлардың айтқандарын естеріне түсіріп, тілдерін кәлимаға келтіріп, хақ тағалаға жалынып, егіліп жылады.
өз араларында жүніс не деп еді, айтқан діннің сенімдері қандай еді, мұсылмандықтың шарттары қалай деген еді деп өз білгенінше хақ дінді үйрене бастады. Оларды Рахым пайғамбар хақ дінге 30 жыл бойы шақырып, сол дін туралы терең мағлұмат берсе де, олар еш бойсұнбаған болатын. Әйтсе де 30 жыл бойы айтылған сөздердің біршамасы естерінде жатталып қалыпты. Бүгін міне солардың пайдасы дейді. Олар кәлима, тәухид, ақырет, намаз секілді діни мәселелердің бәрін білетін, бірақ мойындамай қырсығып келген еді. Ал бүгін басына нәубет төнгенде дереу іске көшіп, барлығы бірдей сапқа тұрып, Хақ тағаладан кешірім тілеп тәубе етті. Кейбір деректе олар: "Ей Раббымыз, біздің күнәларымыз тым көп, бірақ сен бәрінен де үлкенсің, ұлысың. Ендеше сен бізге өзіңе жарасар ғана үкім бер, мына қылығымызға лайықты үкім бере көрме" деп жалбарынды. Аллах тағала олардың күнәларын кешіріп, тәубелерін қабыл етіп, пәлекетті кері қайтарды. Аталмыш оқиға Құранда: "Расында, өздерінен Раббысының қарғысы лайық болғандар иман келтірмейді. Сондай-ақ күйзелтуші азапты көргенге дейін олар иман келтірмейді. Жүністің елінен басқа азапты келгенін көріп, иман келтірген әрі имандары пайда берген ешбір ел болмаған. Олар иман келтірген кезде өздеріне дүние тіршілігіндегі қорлықты айықтырдық та, оларға тағы біраз өмір бердік" деп айтылады. Ендеше адамзат тарихында өздеріне азап келгенде тәубе етіп, иманға келу арқылы азаптан құтылған бір ғана ел бар. Ол осы Жүніс пайғамбардың елі. Кит жұтып қойған Жүніс пайғамбар. Жүніс алейхиссалам мінген кемесі жайымен жылжып жағадан ұзай берді. Бірталай уақыт жүріп, күн батып, қас қарайған шақта дауыл тұрып, кеме шайқала бастады. Бір кезде кеме батуға айналды. Бір қызығы, мұндай кезде дәл кемені батыратындай дауыл тұрмау керек еді. Ақырында кемедегілер бір-біріне: "Шамасы кемеде қожайыннан қашқан бір құл бар, қанекей, жеребе тастайық" деді. Олар жеребе тастаған кезде жеребе Хазіреті Жүніске шықты. Хақ пайғамбар сол кезде ғана өзінің ағаттық жасап, елден Хақ тағаладан рұқсатсыз кеткенін түсіне қойды. Бірақ кемедегілер оның жүзінен салиқалы кісі екенін байқап, кінәлі кісі ол емес деп ұққан еді. Әйтсе де Хазіреті Жүніс оларға өзін кемеден теңізге тастауларына ишарат етті. Олар оны жал-жал толқындардың арасына тастап жіберген кезде бір үлкен кит келіп, оны аузын ашып жұтты да суға сүңгіп кетті. Ол балықтың ішіне жұтылған кезде айналаны бұрынғыдан да қою қараңғылық басты. Онсыз да теңіздің асты-үсті түгел қап-қараңғы еді. Оның бұдан кейін құтылып жағаға жетуіне ешбір мүмкіндік жоқ еді. Өйткені балықтан құтылған күннің өзінде теңіз бар. Теңіздің беті де қап-қараңғы еді. Хазіреті Жүніс өз қателігін мойындап, Аллах тағалаға жалбарынып: "Сеннен өзге ешбір құдай жоқ, сені пәктеймін, мен өзіңе қастық жасаушылардың бірі болдым" деп зікір ете бастады. Хақ пайғамбар өмір бақи Хақ тағаланы зікір етіп келген болатын. Ол осы алып балықтың қарнына түскен кезде де дәл солай зікір ете бастады. Оның осы хал-ахуалы құтылуына арқау болды. Құранда Аллах: "Егер көп тәсбих зікір етушілердің бірі болмағанда, шамасы адамдардың қайта тірілетін күнге дейін оның қарнында қалар еді" дейді. Хақ тағала оның осы дұғасын қабыл етіп, аман-сау жағалауға шығарды. Алып балық жағалауға келіп аузын арандай ашқанда, ішінде Хазіреті Жүніс шығып, жағалауға сұлай кетті. Әбден шаршаған, оның үстіне науқастанған еді. Өйткені ол алып балықтың ішінде 3 күн, 3 түн жатқан болатын. Құранда: "Сонда оны қырға шығарып тастадық, ол науқас еді. Көлеңке түсірсін деп сол жерге жапырақты бір ағаш өсірдік" делінген. Кейбір деректерде осы ағаштың қабақ ағаш екені айтылады. Ағаш көлеңкелері оның үстін жауып, шыбын-шіркейден, шыжғырған күннен қорғады. Осы жерде біршама уақыт жатқан соң, ол есін жиып, науқасынан айығып, еліне қайтты. Тәубаға келген елі мұны әлі де іздеп жүрген болатын. Ол халқымен кездескенде, әрі екі жақта қатты қуанып, Хақ тағалаға бар пейілмен шүкір етті. Халқы пайғамбарын көріп қуанса, пайғамбарлары олардың тәубе етіп, иманға келіп, мұсылмандық жолға түскендерін көріп қуанған еді. Олар пәлекет шақыратын ел емес, берекет шақыратын ел болып өмір сүріп жатқан болатын.
бұл бейне өзі тастап кеткен ел емес, басқа бір ел секілді болып көрінді. 3 тәуліктің ішінде бір қаланың бүкіл халқы қатты өзгерген еді. Өзіне халықты айдап салған қаланың билері мен байлары да мұны көре сала құрақ ұшып, бір-бірлерінен сүйінші сұрап жатты. Қаланың кіре берісіндегі пұттар да, қаланың ішіндегі алып пұттар да түгелдей қиратылып, орны тегістеліп тасталыпты. Кеше ғана тіттей бір нәрсе бола қалса, пұттарының атын айтып шулайтын ел, бүгін пайғамбарларын көріп, хақ тағаланың атын ұлықтап жатты. Қала халқы құлшылық уақытында барлығы бірдей пайғамбарларымен бірге сәждеге жығылды. Осылайша қарғысқа ұшыраған ел аяқ астынан бақытқа кенелді. Хазіреті Жүністің иштихаттағы мүлт кеткендігі 100 000 халықтың иманға келуіне себеп болды. Иә, барлық пайғамбарлардың мүлт кетулері үлкен қателік болғанмен, өзінің үмбеті және қияметке дейінгі мұсылмандар үшін бақытқа, табысқа жетудің белгілері еді. Хазіреті Жүністің киттің қарында отырып айтқан зікірін әлі күнге барша мұсылмандардың тілден тастамай келе жатқанының бір себебі де осыда. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Бейне ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Және де бізді енді көріп отырсаңыздар, арнаға тіркеліп, видеоны барша әлеуметтік желілерге таратыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.